Үнем қоғам қуатты жобасы. Үнемділік ырыс, ысырапшылық шығыс. Қуатты үнемдеу. Қуатты үнемдеу қаншалықты маңызды? Үйді жылыту, салқындату, көлік жүргізу және күнделікті тірліктердің көбісін атқару үшін қуат көзі қажет. Алайда шарттар бойынша қуаттың жетіспеушілігінен көп адам қиындық көруде. Қуатты дұрыс пайдаланудың жолын табу бәріміздің қолымыздан келеді. Оны үнемдеу де, тиімді пайдалану да көп игілік әкеледі. Үйде бөлмені жылытатын не салқындататын жабдықтарды үнемді пайдаланыңыз. Үйді жылытқанда не суытқанда есік-терезелерді жауып қойыңыз. Жылыған не суыған ауаның сыртқа шығып кетпеуін қадағаласақ, қуатты үнемдейміз. Мысалы, суық күні есік ашық қалса, үйді жылытуға әлде қайда көп қуат кетеді. Қуатты ысырап етпеу үшін кейбіреулер есік-терезелерді жауып жүруден бөлек үйдің изоляциясын жақсартып, жылуды далаға жібермейтін терезелер орнатылады. Қуат үнемдейтін электр шамдарын қолданыңыз. Қазіргі заманғы қуат үнемдейтін шамдар қымбатырақ тұрғанымен аз қуат жұмсап ұзақ уақыт қызмет етеді. Соның арқасында бірнеше жылдық қаржыңыз қалтаңызда қалады. Күйбең тірлікпен айналысқанда ыстық су қолданысын шектеңіз. Жылы суды үнемдеу оған кететін қуатты үнемдеуді білдіреді. Өшіріп жүріңіз. Жарықты, теледидар мен компьютер сияқты электронды құрылғыларды және басқа да жабдықтарды өшіріп жүрген дұрыс. Сөніп тұрса да қуатты жей беретін құрылғылар көп. Сондықтан кейбір мамандар оларды тоқтан ажыратуға немесе қосып өшіретін батырмасы бар тоқ ұзартқышты қолдануға кеңес береді. Рас, энергияның өсіп жатқан құнын және қоршаған ортаны ластанудан тоқтата алмайтын шығармыз. Бірақ қуатты дұрыс қолдану кімнің де қолынан келеді. Дүние жүзі бойынша үнемдеудің жолын тауып беріп жүрген адамдар бар.